Баршаңызға сәлем. Біз Blender бағдарламасының навигация құралдарымен, интерфейсмен және де өңдеу құралдарымен танысып, және де соны өзіміздің ыңғайымызға меңгергеннен кейін, өзіміздің жалпы негізгі осы модульдегі жұмысымызды бастайық. Біз осы модульде осындай кішігірім жұмыс, яғни анимация жасап шығамыз. Осы жұмысты бастамастан бұрын мен ең алдымен General жаңа жұмыс файлын ашамын. Біздің көз алдымызда осылай көрініс шықты. Осы бүкіл элементтерді пернетақтамыздағы ағылшын А әрпін басып, осы өзіміздің көрінісіміздегі бүкіл элементтерді таңдай аламыз. Мен осы бүкіл элементтерді жоямын, яғни удалить етемін. Ол үшін пернетақтадағы X батырмасын бассақ, бұл бізде бүкіл элементімізді жояды. Себебі мен осы сценаны жаңадан нөлден бастағым келіп тұр. Осы сценада, осы жұмысымызда біз өзіміздің үйімізді жасау үшін ең алдымен бастапқы кубтан бастаймыз. Ол үшін біз shift-а жылдам комбинациясын басамыз. Бұл бізде осыны терезе шақырады. Осы терезеде mesh'ның ішінде куб деген элементті таңдаймыз. Бұл бізге куб элементін шақырған біздің көрініс аумағымызға. Енді осы кубты өзіміздің ыңғайымыз бойынша оның өлшемдерін өзгертеміз. Ол үшін біз ағылшын тіліндегі S жылдам пернетақтасын баса аламыз, немесе сол жағымыздағы көрініс аумағымыздағы құрылғылардың бірін таңдап өзгерте аламыз. Мысалға scale құрылғыны таңдап біз өзіміздің элементімізді өзгерте аламыз. Өзімізге ыңғайлы өлшемдерді таңдап алғаннан кейін, біз енді үйдің формасын жасаймыз. Ол үшін біз өзіміздің өңдеу режиміне, яғни edit модқа ауысамыз, tab батырмасын басып ағылшын тіліндегі пернетақтамыздағы. Бұл бізде edit мод, яғни өңдеу режимға алып барады. Немесе біз көрініс аумағымыздағы edit object мод деген батырманы бассақ, біздің көз алдымызда терезе шығады бүкіл режимдермен. Осының ішінде өңдеу режимі, яғни edit модқа ауыса аламыз, немесе tab батырмасын баса аламыз. Енді бізде осы кубтың әр полигондармен, әр шыңдармен, нүктелермен жұмыс істеуге болады. Біз осы үйдің формасын қалай жасай аламыз? Біз мысалға кубымызды екіге бөліп, ортасынан қосымша полигондарды қосып, сол полигондарды үстіге тарта аламыз. Бұл бізде шатырымыз болып шығады. Ол үшін біз Ctrl-R жылдам батырмасын бассақ, бұл бізде loopcut деген құрылғыны шақырады. Біз осы құрылғы арқылы өзіміздің кубымызды кесе аламыз. Немесе жоғары жақтағы көрініс аумағын жоғарғы жағындағы осы көріп тұрған батырмалардың ішінен edge деген батырманы бассақ, біз осы edge'дің батырмасын басқаннан кейін осы шыққан терезеден өзімізге loopcut and slide деген құрылғыны баса аламыз. Немесе айта кеткендей Ctrl-R жылдам батырмасы. Мен өзіме Ctrl-R жылдам батырмасы арқылы, себебі маған солай ыңғайлырақ. Осыны басқаннан кейін өзіміздің объектімізді былай айтқанда кестік. Енді сол кескен сызығымызды былай айтқанда өзіміздің катымызды, қосымша полигондарымызды тышқанымызбен жылжыта аламыз. Немесе escape деген бассақ, escape батырмасын пернетақтамызда, біз оны дәл ортасына алып келдік, ортасына қалдырдық кубтың. Енді бізде қосымша полигондар қосылды. Біз өзіміздің кубымызды екіге бөлдік. Енді қалай біз өзіміздің үйіміздің формамызды қайталай аламыз? Ол үшін біз жоғары жақтағы екі нүктені таңдап алып, оны жоғары қарай жылжыту керек. Біз оны қалай жылжытамыз? Бізде көрініс аумағымыздың сол жағында move деген құрылғы бар, жылжыту move. Біз осы құрылғы арқылы 3 координата бойынша жылжыта аламыз осы шыңдарды, нүктелерді. Немесе ағылшын тіліндегі G әрпі пернетақтамыздағы жылдам батырмасын басып, біз сол move құрылғысын шақыра аламыз. Сол G батырмасын басқанда біз өзіміздің
нүктелерімізді жоғары қарай жылжыту үшін тағы да қосымша Z батырмасын басамыз. Z батырмасы бұл бізде жоғары астыға қарай арналған координата сызығы. Сол координата сызығы бойынша жылжыта аламыз. Немесе X батырмасын баса аламыз, немесе Y. Бізге жоғары қарай жылжыту керек. Сондықтан Z батырмасын басып, өзімізге ыңғайымызға қарай жылжытамыз. Бізде енді үйге ұқсас соңғы форма шыққан кубымыздан. Бірақ мен төменгі жағын кішкене тағы да қарай жоғары қарай жылжытқым келеді. Енді бізде үйіміздің бастапқы формасы шықты. Енді біздің бастапқы үйіміздің формамызға қалай шатырды қоса аламыз? Оның бірнеше тәсілдер бар. Ең оңайы, бірақ ең көп уақыт алатыны, біз Shift-A деген батырман басып, қайтадан куб элементін шақырып, өзіміздің куб элементімізді жоғары қарай жылжытып, өзіміздің ыңғайымызға қарай шатырдың формасына келтіруге болады. Мысалға, scale элементімен оны кішкене жуандығын, қалындығын өзгертіп, енін өзгертіп, және де ұзындығын өзгерсек, бізге ұқсас шатырдың бір бөлігіне ұқсас куб шығады элемент. Мен кішкене тағы жуандығын, қалындығын өзгерте алам. Және де осы шатырдың бір элементін біз өзіміздің формамызға қарай жылжыта аламыз, Y координатасы бойынша. Және де осы элементті, жеке элементті біз бұра аламыз, яғни айналдыра аламыз. Ол үшін rotate құрылғыны қолдануға болады сол жағымыздағы. Немесе ағылшын тіліндегі R жылдам батырмасын бассақ, біз өзіміздің объектімізді айналдыра аламыз. Жылжыту құрылғысы сияқты, осы айналдыру құрылғысында біз әр жеке координата бойынша бұра аламыз, айналдыра аламыз. Мысалға, Z координатасы бойынша, X координатасы бойынша, Y координатасы бойынша. Маған X координатасы бойынша бұру керек болып тұр өзіміздің элементімізді. Сондықтан мен X батырмасын басамын. 1, 2, 3. Біз шатырдың жеке элементін жасап өзімізге ыңғайлы формаға келтіргеннен кейін, біз осы жеке элементті шатырдың жоғарғы нүктесіне қойымыз керек, орналастыруымыз керек. Оны біз қалай орналастыра аламыз? Біз жеке осы move toolмен керекті координата бойынша орналастыра аламыз, осыған ұқсатып. Немесе біз осы шатырдың элементін өзінің жеке локалды координаталары бойынша, біз осы шатырдың жеке элементін бұрғаннан кейін, оның өзінің жеке координаталары элементпен бірге қосыла бұрылды. Мысалға, біздің көрінісіміздің жалпы global координаталары осындай көре алғандықтан осындай координаталар болып саналса, шатырдың өзінің жеке координаталары басқаша болады. Мысалға, біз X координатасы бойынша шатырды жылжытқымыз келсе, бұл ең алдымен global координаталары, яғни көріністің координаталары бойынша жылжытады. Бірақ біз X батырмасын тағы да бассақ, бұл бізде шатырдың жеке өзінің локалды координаталары бойынша жылжытады. Мысалға, мен шатырды жеке өзінің локалды Z координатасы бойынша жылжытқым келеді. Ол үшін біз Z-ті басамыз, тағы да Z-ті бассақ, көріп тұрғаныңыздай шатырдың координатасы ауысты өзінің жеке координатасына. Мысалға, мен жоғары қарай жылжытқым келеді. Ол үшін G жылжыту құрылғысы. Біз Y координатасын таңдап, тағы да Y координатасын бассақ, көріп тұрғаныңыздай біз өзінің жеке координатасы бойынша жылжыттық. Үстіп, өзімізге керекті жерге шатырдың элементін орналастыра аламыз. Мен осы шатырдың элементін кішкене жуандатқым келеді, енін өзгерткім келеді. Ол үшін қайтадан S, яғни өлшемді өзгерту құрылғысы X координатасы бойынша өзгертемін. Енді қалай осы шатырды толықтай бітіруге болады? Ойлауыңыз мүмкін, біз шатырдың осы элементін қайтадан қайталап, жеке элементті
өз орнына қоюға болады дегендей. Бірақ бұл әдіс көп уақыт алады. Өте көп уақыт алады, және де әрқайсының арасы, элементтердің арасы, әрқайсында әртүрлі болып кетеді. Ол үшін блендерде арнайы модификатор арналған осы элементтерді қайталап орналастыруға. Ол үшін біз параметрлерді өңдеу, параметрлермен жұмыс істеу аймағымызда біз осы кілттің суреті тұрған жерге басамыз, модификаторлар батырмасына басамыз. Осы модификатор баған ішінде add modifier деген батырманы басамыз. Осының ішінен біз generate баған ішінде array, яғни массив деген модификаторды таңдаймыз. Бұл модификатор не істейді? Бұл модификатор өзіміздің элементіміздің жеке көшірмесін жасап, сол көшірмесін орналастыруды жеңілдету үшін арналған модификатор болып саналады. Біз осы модификаторда көшірмелер санын өзгерте аламыз. Мысалға 3 көшірмені жасауға болады, 4 көшірмені. Және де біз қай бағыт бойынша сол көшірмелерді орналастыруды да өзгерте аламыз. Мысалға, бізге қазір төменге қарай көшірмелерді орналастыру керек. Ол үшін біз осы relative offset деген баған ішінде фактор x, y, z деген опциялардың ішінен бізге керегі z бағаны, себебі бізге жоғарыдан төменге қарай көшірмелер жасау керек. Біз сол бағанды параметрін бірге ауыстырамыз. Ал бізде x-тің факторын 0-ге ауыстырамыз. Енді біздің модификатор элементімізді жоғары қарай орнатып берді. Яғни, осы модификатор элементтің local координатасы бойынша жұмыс істесе, бізге оны төмен қарай түсіру үшін осы элементтің local y координатасы бойынша төменге қарай түсіру керек. Біз ол үшін y факторын бірге ауыстырып көреміз. Бірге ауыстырсақ, енді элементіміз төменге қарай түсе бастады. Бірақ мен жоғары қарай емес z координатасы бойынша төменге қарай көшірмелерін орналастырғым келеді. Ол үшін z баған ішінде параметрін -1-ге өзгертуге болады. Яғни +1, -1. Өзгерсек, енді әрбір көшірмесі төменге қарай, және де астқа қарай, және де төменге қарай, ішке қарай түсіп көшірмесін жасайды. Енді осы әр параметрлермен жеке өзгертуге болады әрбір параметрін. Өзіміздің ыңғайымызға қарай. Көшірмелер санын мен көбейтемін, бүкіл шатырды жабу үшін. 13 жасауға болады. Бізде енді осындай шатыр дайын.